Жалағаш ауданында Қайқы Батырға тиесілі мылтық бар. Бүгінде құнды жәдігер Батырдың шөбересі Жантүгел Жақсылықұлының шаңырағында қастерлі дүние ретінде сақтаулы тұр. Баба ұрпағының айтуынша үйінің төріне ілінген мылтық Қоқан бөктерінің жасауылдарымен болған қақтығыста ұзақ бабаның қолына түскен. Кейін қаруды ұрпағына мұраға аманаттап табыстапты. Құнды жәдігер туралы келесі бейнематериалда. Әкеден қалған қаруды Қайқы Батыр тек аңшылық кәсіпке пайдаланып, өмірінің соңында үлкен ұлы еш жанға қалдырған. Бүгінде баба ұрпақтары бұл қаруға қара шелек деген атау беріпті. Әкеме мына менің немді еңшімді бер деген ғой. Мен бала, екі балам, бір ұлым, екі қызым бар. Мен еңшімді бер, мен бөлек кетем деп. Сондай жағдай болған еді. Содан енді Ешжан әкем жаңағы енді баласы бөлек кетіп баратқасын өзіне әкесінен қалған мұрасы осы мылтығын баласына арнайы береді. 9 жасында менің әкем 9 жасында кезі 1909 жыл ғой. Ешжан атамыз еңшісіне баласының кетіп баратқасын, бөлек кетіп баратқасын осы Жақсылық әкеме осы еңшісіне берген мылтықта. Аман жүрсін, балам қай жерде жүрсін деп, бұл киелі мылтық. Ауырып мазасызданғанда қасиетті қара мылтықты сұрап келетіндер көп көрінеді. Сырқаттанған жанның бас жағына мылтықты қойса, дертінен айығады деген сеніммен келсе керек. Сырқаттанған сәбиге ұңғысына су құйып ішкізсе, бала тәуір болады. Жүкті әйелдің толғағы жеңіл болады деп сенетіндер де бар. Қайқы Батыр сол Қоңыратқа жиен болып келеді. Сол әкесі ұзақ Қайқы туған кезде сол нағашысы Қайқыға ұқсап би әрі батыр болсын деп атын Қайқы қойған екен. Ол кісі де сол Қайқы Батыр өзі ерте сол жаңағы қазақтың бітпес жер дауы, жесір дауы, барымта секілді таусылмайтын сол дауларға ертеректен жастайынан араласып, сол кезде әркез өзінің мынау туғаным екен, мынау руласым екен деп, жақыным екен деп, әркез бұра тартпай сол әрқашанда әділдігін айтып, сол халықтың ықыласына ие болады. Көне мылтықтың ұзындығы 150 см болса, құндағы 97 см. Білетіндердің айтуынша бұл мылтықтың оқ дәрісі алыс қашықтыққа ұшқан. Құнды мұра қанша уақыт өтсе де қаз қалпына сақталыпты. Барлық механизмдері жұмыс жасап тұр. Әлі де атуға жарамды. Қайқы Батырдың ұрпақтары заманына қарай мылтықты ұсталар көмегімен бір құлақты пыстанмен от алатын шүріппелі етіп өзгертіп, аңшылық қажеттеріне пайдаланған көрінеді. Азамат Әуесхан, Әзет Сейдалы, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.